Армысыздар, бүгінгі видеода күніне қанша су ішу керек және пайдасы туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Әрбір адам тәулігіне 2-2,5 литр су ішу керек екенін білсе де, көбісі бұл тәртіпті ұстана бермейді. Көпшілігі бұл норманың тым көп екенін айтады. Алайда ақпараттық агенттігі бұның көп емес, қажетті мөлшер екенін дәлелдейтін суға қатысты бірнеше маңызды фактілерді ұсынады. Мұнда ауыз судың ішу тәртібін дұрыс ұстануды үйренуіміз керек. Маңызды 5 жағдайға тоқталамыз. Америкалық ғалымдардың зерттеуі бойынша қатты калорияға қарағанда сұйық калориялар маңызды. Яғни біз ішетін сұйықтық кейде жейтін құрғақ тамақтан да қатты семіртеді. Оның ішінде дамыған елдерде жаулап алған тәтті сусындар адамдардың семіруіне себепші болады. Сондықтан да барлық диетологтар қарапайым таза су ішуге кеңес береді. Бірақ қанша су ішу керек? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамға қажетті судың мөлшерін есептеп, 1 келі салмаққа 30 мл судан кететінін анықтады. Яғни салмағы 70 келі адамға тәулігіне 2 литр 100 мл су керек. Салмақты тез түсіру үшін суды қай кезде ішу керектігі жайлы ғылыми деректер бар. Вирджиния университетінің америкалық ғалымдары суды қай уақытта ішкенде салмақ түсетіні жайлы жаппай зерттеу жүргізді. Ғалымдар зерттеуге қатысушыларды 2 топқа бөлді. Онда қатысушылардың алғашқы тобы тамақтанудан жарты сағат бұрын 1 стакан су ішуге міндеттелсе, ал екінші топтағылар әдеттегідей күнделікті қалыппен су ішу тиіс болды. Бірақ 2 топтағыларда есеп бойынша қанша су ішу керек еді, сонша ішті. Ал тәжірибенің қорытындысы бойынша суды тамақтану алдында ішкендер екінші топтағыларға қарағанда орта есеппен 3 келі артық салмақ жоғалтты. Жалпы түсінік бойынша су асқазанды толтырғандықтан, тиісінше асқазанға аз мөлшерде ғана тағам сияды. Бірақ біз тек судың арқасында ғана арықтамаймыз. Біз суды дұрыс ішкеннің арқасында барлық зат алмасу процестері, соның ішінде майдың ыдырауы, жылдамдатылады. Егер сіз ағзаңызға қажетті мөлшерде су ішетін болсаңыз, метаболизм шамамен 3%-ға жылдам жұмыс істейді. Яғни осы пайызға байланысты адам жылдам салмақ тастайды. Бұл көп болса да күн сайын болатын процесс. Егер ағза сусыздандырудан зардап шегетін болса, онда ол суды барлық мүмкін бұрыштарға жинауға кіріседі. Ал ол бұрыштар ең алдымен біздің майлы тініміз. Яғни егер сіз суды аз ішсеңіз, семіре бастайсыз. Алдымен тамақ ішкіңіз келгенде бірден 1 стакан су ішіп, өзіңізге шағын тәжірибе жасап көріңіз. Мүмкін ағзаңыз осындай жолмен өзіне тамақ емес, су жетіспейтінін көрсеткісі келетін шығар. Егер осы видео ұнаса, арнамызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем арнасы.